Менің енді жеке басы ойым, қыз балаларды шетелге жібермеген дұрыс. Жіберетін болсаңыз, қасына бірге барыңыз, немесе біреуді жіберіңіз қасына, ағасын, бауырын, әкесін деген сияқты да. Әйтпесе бізде, біз қыз балаларды түсіреміз оқуға. Қыз балалар бізде жақсырақ оқиды. Қыз балалар бізде төзімдірек болады, проблемаларды өздері шешеді. Оның бәрі не үшін? Өйткені олар кішкентай кезінен бастап солай өсіп келе жатыр да, тәрбиеленіп. Сен кетесің, сен өзің шешу керексің, өзі сондай болу керек. Қыз бала соған үйреніп қалған да. Ол не бір сырын да айта алмайды, мұңын да айта алмайды, әйтеуір бір кетуге дайындалып жүрген адам ғой, былай айтқан кезде қыз бала деген. Сол себепті менің ойымша қыз баланы шетелге жібере салып, и так та өзі сөйтіп жүрген кезде шетелге одан сайын жібере салмай, барынша мейірімді, махаббатты осы үйде көрсетіп, еркелетіп, гүлін де сыйлап, барлығын сыйлап, оны еркелетіп өсіру керек. Содан кейін барып ол уже толықтай махаббатқа тойғаннан кейін, былай айтқан кезде да, тойып өскеннен кейін ол уже қоғамдағы көп заттарға алданбайтын болады. Үйленетін кезде де ол жігітінен жаңағындай өзі не талап ету керек екенін білетін болады да, былай айтқан кезде. Ал бізде қоғамда наоборот, бізде қыз бала ол тез етіп өсу керек, тез етіп мектеп бітіру керек, еще мектепті жақсы оқу керек. Өйткені ол қыз бала. Қыз бала қалай ол жаман оқу керек мектепті, қыз бала қалай почеркі жаман болу керек, почеркі әдемі болу керек деген сияқты бір талаптары бар. Үй жинау керек, балаларға қарау керек, кіші інілеріне. Сосын өсу керек, өскеннен кейін жаңа университетін тез бітіріп, дипломын алып, ол басқа неге отбасына кету керек тұрмысқа. Бізде сондай да, қызды шығарып салдым ба болды, все, опа, жұмыс бітті деген сияқты бір ой бар да. Сен шетелге қызды жіберіп жатсың, ол үйден алшақтайды. Шетелде жалғыз өзі, сол жақтағы проблемалармен тікелей өзі бетпе-бет болады да, соны шеше бастайды. Әрине қыз өседі олай, там да бір айтқан кезде бой жетеді дейді ма, қалай дейді оны. Мен айтқым келіп тұрғаны, ол қыз туғаннан бері бір сондай кету бөтен екенін постоянно оған айтылып тұрады да. Сен кетесің, сен бөтенсің, бұл үйдің адамы емессің. Ол балаға бөлек қой, ол балаға деген ойбай, осы не істемесе де осы үйдікі ол да. Бірақ қыз балаға отношение басқа бізде. Сол себепті мен қыздың шетелге осындай отношение үйде бола тұра, еще дополнительно ол қызды шетелге жіберіп тастауға қарсымын да. Шетелге жібересің ба, қасында бол. Әкесі барсын, ағасы барсын, отбасымен барыңыздар, например, да. Бірге болыңыздар, барынша оған мейірімдеріңізді көрсетіңіздер, махаббатты көрсетіңіздер. Ертең ол бөлек отбасына барған кезде махаббатты көре ме, көрмей ме, бұны бір Алла біледі да. Қандай отбасыға баратын тағдырында жазылған болса. Білмеймін, дұрыс жете салдым ба, жете салмадым ба ойымда, бірақ қазір келіп тұрған бір нем ғой.